Қайырлы күн, 9 сынып оқушылары, сіздермен бірге Мұғалім каналы. Біз бүгін 9 сыныптың қазақ әдебиеті пәнінен 490-ға арналған номер 2 құжат тапсырмасын орындаймыз. Мәңгілік мәңгілік мұрат бөлімі бойынша жиынтық бағалау. Оқылатын шығарма Бәйтерекұлы Айтұлы Бәйтерек поэмасы. Қажығали Мұхамбетқалиев Тар кезең романы. Орындау уақыты 15-20 минут. Бірінші тапсырма. Айтұлының өлең жолдарын оқи отырып, шығарманың жаңашылдығы неде деген сұраққа жауап іздеңіз. Кестені толтырыңыз. Дейін, қазір, кейін стратегиясы, Ақмола, Астана, Нұр-Сұлтан. Дейін бөліміне осы күнге дейін Астана қаласына қандай пікірлер айтылып, баға берілгендігін жазады. Қазір бөліміне оқушының тақырыптарды оқып танығаннан кейінгі өз бағалауы толтырылады. Ақмола, кеше ғана басқа қала айналды Бәйтеректі Астанаға. Бақытым басымда тұр талай күткен, сеземін келмегені оңайлықпен. Алғысын жаудырады елбасыға, болашақ бұл шардың тұрғындары. Тұрғанда Бәйтерегін көкке шырқап, ұстай біл асқақтатып ерлігіңді. Осыны жазамыз. Дейінге бізде Ақмола шағын қарапайым қала ретінде бағаланды. Ауа райы қатал, қолайсыз деген пікірлер болды. Маңызы төмен аймақ деп қаралды. Қазір Астана заманауи көркейген әлемге танылған. Сәулетті ғимараттармен, мысалы Бәйтерек монументі арқылы символға айналды. Елдің саяси, мәдени, экономикалық орталығы айналды. Кейін ұрпақтар мақтан ететін рухани орталыққа айналды. Болашақта одан әрі дамыған әлемдік деңгейдегі мегаполиске айналады. Ұрпақтар мақтан ететін рухани орталыққа айналады. Яғни дейін, қазіргі уақытта, кейін. Осылай жазамыз. Екінші тапсырма. Тар кезең романындағы авторлық идеяның өмір шындығымен байланысын анықтаңыз, дәлел келтіріңіз, жаңашылдығына баға беріңіз. Бізде кесте берілген өмір шындығы, шығарма идеясы, шығарма жаңашылдығы. Романда қазақ халқының тағдырлы кезеңі, ел бірлігі, тәуелсіздігі үшін күрес бейнеленеді. Автор сол дәуірдегі саяси тартыстар мен сыртқы қауіп-қатерлерді шынайы суреттей отырып, халықтың бірлікке келмесе қиындыққа тап болатынын көрсетеді. Өмір шындығы. Шығармада Әбілқайыр ханның елді сақтап қалу жолындағы әрекеттері, түрлі шешімдер тарихи деректерге негізделіп беріледі. Бұл өмір шындығының көрінісі. Шығарманың жаңашылдығы. Романның жаңашылдығы тарихи тұлғалар бір жақты емес, күрделі, қайшылықты бейнеге көрсетуінде. Автор кейіпкерлердің ішкі психологиясын терең ашып, олардың шешімдерінің себептерін түсіндіреді. Сонымен қатар тарихты тек дерек ретінде емес, көркемдегіш тұрғыдан жаңаша пайымдайды. Бағалау критерийі бойынша бізде 3 тапсырма берілген. Осы 3 тапсырма барлығы дұрыс жауап берсек, 10 балл беріледі. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.